Жат ағым жолын қуушылар қазіргі қоғамның барлық моральдық адамгершілік нормаларын елемейді. Бүгінгі күні елімізде ажырасу мәселесі жиі көтеріледі. Отбасылардың бұзылуына көптеген факторлар әсер етеді. Біз жас бойжеткендерге түрлі теріс ағым жолын қолдайтын азаматтармен некелесу, олардың өмірін бір жола бұзуы мүмкін екенін ескерткіміз келеді. Бірінші кезекте олардың әйел ретінде өзін жоғалтқаны сезіледі. Жеке адам ретінде де жоғала бастайды. Олар әр күн сайын өздерінің сенімінен айырыла бастайды. Көп әйел алудағы өмір көбінесе шашыраңқы ойлармен байланысты. Әйел үшін бұл күйеуінің оған аз уақыт бөлетіндігіне алаңдаушылық білдіруін көрсетеді. Бұл жай әйел үшін жалғыздық және өмірдің мәнін жоғалту болып табылады. Теріс діни ағымды ұстанушылар балаларды қатаң діни шеңберде тәрбиелейді. Олар теледидар көруді, туған күнді тойлауды, құрдастарымен ойнауды, сурет салуды, ұлттық аспаптарда ойнауды шектейді. Дәстүрлі исламның канондарына сәйкес отбасын құра отырып, әрбір мұсылман жұбайы мен балалары үшін үлкен жауапкершілік көтереді. Ол оларды материалдық жағынан қамтамасыз етуге, рухани қолдау көрсетуге, тәрбиемен айналысуға міндетті. Сарапшылардың пікірінше, түрлі жат діни ағымдардың өкілдері зардап шеккендердің көпшілігі исламмен мүлде таныс емес екенін пайдаланады. Діни некеге тұрмас бұрын сіз таңдаған адам теріс діни ағым қуушы емес екеніне сенімді болуыңыз керек.